саламатсыздар ма? Дүйсенғали Төленов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің мектепалды Б сынып оқушысы Ислам және апай Ана Санспайқызы. Жарайды, Ислам. Бүгін біз сиқыр жасаймыз. Сиқыр емес, нағыз ғылым деп айтуға болады. Алдымен сақтық ережесін айтайық. Су, Сабынды. Сабынды суды не істейміз? Сабынды ішпейміз. Көзге тигізбейміз, иә? Ал ережені бастамас бұрын алдымен қандай құрал керек екенін таныстырып өтейік. Ислам айта ғой. Бізге не керек? Су, сабын, шарбетка, қайшы, резинка, және бөтелке. Алдымен бөтелкені не істейміз? Бөтелкенің басын кесіп аламыз, иә? Кесе ғой. Кесіп аламын мына жерден. Бөтелкенің басы керек, иә, тек қана. Жарайсың. Бөтелкенің басы керек, иә, бізге тек қана. Не істейміз енді? Салфеткамызды бөтелкенің басына бекітеміз резинкамен. Енді сабынымызды суға 1-2 тамшысын тамызалып. Қараластырып жібереміз. Ал енді қара, қандай нәтиже шығатынын көрейік. Нәтиже шықты ма? Неге ұқсайды? Бұлтқа ұқсай ма? Ал енді сен істеп көресің бе? Жасап көре ғой. Мынанызда. Ал үре ғой. Жарайсың. Ал енді Ислам. Қорытындылай келе. Не деп айтамыз? Су, сабын суда еріп, бізде ауа арқылы не пайда болды? Көбік пайда болды, иә? Ал, рахмет назарларыңызға. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.